Атырауда туризм жоқ деген адамның тілін кесіп алар едім. Акыгершінде атыраулықтардың көбісі әлі білмейді. Ең басты құрал бұл әлеуметтік желі болып тұр. Таң қалдым, Кореядан жазып тұр, мына локация қайда деп лотосты сұрайды да бізден. Теңізге қарай шығатын болсаңыз, жайықпен тұщы су мен ащы судың тоғысқан жерінде көруге болады ол жерден. Бұрын осыдан 3-4 жыл бұрын бана қайықтарда әркімнің үйіне барып шығарып парк билейік, лотосқа парк билеңіз деген сияқты жүрдік қой. Келесі жылға дрон шоу, лазерный шоу деген қосымша шаралар ұйымдастыратын болады. Талқылау ортақ шешімге бастар жол. Армысыз көрермен, талқылаудың бүгінгі санда облыстағы туризм саласы бойынша әңгіме өрбітіп пікір алмасатын боламыз. Алаңға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Визит Атырау туристік ақпараттық орталығының директоры Болатбек Нұрлыбайұлы және әуесқой саяхатшы Дулат Молдақұл. Алаңға қош келдіңіздер. Енді еркін отырып, осы өңірде болып жатқан туризмді дамыту бағытында атқарып жатқан жұмыс пен мәселелерді талқылайық деп сіздерді арнайы шақырдық. Біріңіз әуесқой саяхатшысыз, біріңіз осы ақпараттық орталықтың, яғни туристерді тартумен айналысатын мекемеге жетекшілік етесіздер. Енді сіздерге алғашқы енді ой сауал деп айтуыма болады. Бізде Атырау дегенде Атыраудың бір туристік мекен деп танымайтын адамдар бар. Бірақ оны осы істің басы қасында жүргенде сіздер жоққа шығаратын шығарсыздар. Енді бізде қандай туристік нысандар бар, объектілер бар. Соны бір қысқаша бірінші шолып өтсек. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Талқылау бағдарламасының көрермендеріне үлкен сәлем. Бүгінгі таңда Атырау облысында бірқатар жұмыстар, туризм бағытында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Соның ішінде бір жыл бұрын осы аталып отырған Визит Атырау туристік ақпараттық орталығы ашылды. Бұл мекеменің ашылу мақсаты ішкі туризмді дамыту және туристік имиджімізді арттыру болып табылады. Бұл ақпараттық орталығы бүгінгі күні бір жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. Көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды, көптеген ақпараттар әлеуметтік желі арқылы, веб-сайт арқылы қазір ақпараттар тарауда. Атырауда атап өтетін болсақ, Атыраудың 7 кереметі деп атаймыз өзіміз. Атыраудың 7 кереметі деп, оның ақкегершін, өзіміздің Алтын Орданың астанасы болған сарайшығымыз, одан бері нарын құмымыз бар, жылына бір ай гүлдейтін лотос гүліміз бар, мемлекеттік Ақжайық табиғат резерватымыз бар. Сол секілді тағы да туристік нысандарымыз көп Атырауда. Қазіргі таңда ақпараттық қолдаумен үлкен шараларды ұйымдастырып, халыққа ақпаратты паш етіп жатырмыз. Дулат мырза, енді жалпы саяхатшысыз, енді туристермен де тығыз жұмыс жасайтыныңызды естіп қалып жатырмыз. Жалпы бізде топ 3 бір туристік, осы туристер ең жиі баратын объектін айтып беріңізші. Жаңа бізге 7 кереметті тізіп берді ғой Болатбек мырза. Кеш жарық баршаңызға, талқылау подкастына қош келіп жатырмыз. Бізде енді соңғы кезде Атыраудың туризмі, ішкі туризмі жақсы енді дамып келе жатыр. Соңғы уақытта осы визит орталықтары ашылғаннан бері туристер біздің елге, өңірге көптеп ағылуда. Соның ішінде енді басты біздің Атырауға туристердің көп келетін орны лотос қой, білесіздер енді. Лотосқа жылдан жылға туристердің келуі несі көбейіп келе жатыр. Сол ақкегершін болған жерге Тетис мұхитының орнына барып тамашалағыларға туристер ол жерде бұрынғы дәуірлердегі ескі акуланың тістерін, сондайларды іздеп, солармен суретке түсіп, соларды өздеріне бір алып кеткісі келетін туристерді көріп кездестіріп жатырмыз далалықтан. Сосын енді табиғи банағыдай емдік балшығы бар, Индер тұзды көлде біздің туристерді көбірек тартуға деген маңызы зор деп ойлаймыз енді. Сол бойынша енді соңғы уақыттарда жақсы ақпараттық орталықтар жұмыс істеп, жан-жақтан туристерді тартуға бір себепші болып жатыр. Саяхатшы ең бірінші туристік нысанды, мысалы, объектіні таңдағаннан кейін, белгілі бір өзі маршрутын құрады. Және сол кезде өзіне бір қандай да бір условия дейміз ғой, жағдайдың жасалғанын қалайды. Бізде сол жағдайлар бар ма? Өзіңіз мысалы жиі саяхаттайсыз және шетелге, басқа өңірлерге шығатын шығарсыз, салыстырмалы түрде біздің деңгейіміз қандай дәрежеде? Енді Атырау жақсы дамып келе жатыр соңғы уақыттарда. Жолдағы бана туристік
мысалы лотосқа бара жатқан кезде біршама бана жолдардан тарихи орындарға соғып, мысалы ана жолда остановкада аялдамаларда бана биоәжетханалар орнатылған деген сияқты туристердің жолына жүруге ыңғайлы. Бұрын енді жол салынған жоқ қой жаққа, бару кішкене қиыншылық тудырды. Қазір ондай ешқандай қиыншылықтар болып жатқан жоқ. Жалпы туристер барып өздерінің несіне, гид қызметі ғой бұл жерде, аудармашыл. Мысалы алдында біздерге бір қонақтар келген Франциядан, Голландиядан. Сол кісілерді сарайшыққа апарғанбыз. Сарайшық бана ескі алтын ордамызды көргіміз келеді, солармен танысқымыз келеді дегесін апардық біздер. Енді ол жерде бана бізге ұнағаны бана ішкі музей қызметкерлерінің аудармашы тіл білулерінде де ағылшын тілінде спокойно таныстырып, өздерінің тілдерінде түсіндіріп берді. Біз соған риза болдық мысалы. Сондай жерлерде, тарихи орындарда мысалы аудармашы ретінде осы қызметкерлер сондай неде сөйлесе, қуаныштымыз ғой сондай нелерге да. Бізде енді туроператорлар, бізде Атырауда саусақпен санарлық туроператорлар бар. Осы өзіміздің өңірдегі ішкі туризмді дамыту бағытында жұмыс жасайтын. Олардың даму деңгейі қандай, және олардағы мамандарды оқыту, олардың біліктілігін арттыру, жалпы осы нарықты кәсіби маманмен толықтыруда бұл біздің бір ортақ жұмыс сияқты. Қазіргі таңда Атырауда қарқынды жұмыс жасап жатырған 3 мекеме бар. Жалпы ішкі туризм дамытып жүрген. Ол атап өтетін болсақ Шағала Travel, Кеттік Атырау деген мекеме бар, сосын Амина Travel деген мекеме бар. Жақсы осы былтырдан бері жақсы халыққа жақсы пакеттерін, жақсы маршруттарын ұсынып жатыр. Бұлар енді биыл мысалы бізде Lotus Fest шарасы өтті. Сол шараға келген туристерді екі ортаға пакет ұсынды ғой. Екі ортада апарып алып келу бағытында мысалы Ақсауда Тасқыран деген жер бар, шекаралық белгі бар. Тасқыранға соғады. Одан кейін Мақаш әкімнің кесенесі бар. Оның ар жағында Жанбайдың тұсында жел энергиясымен жасалған желі генераторлары тұр. Соларды апарып таныстырады. Содан кейін Құрманғазы ауданына кіріп, Құрманғазы ауданының табиғатымен, ондағы өткен Құрманғазы атамызды мазарына, одан кейін Хиуаз Доспанова анамыздың несін тарихын түсіндіреді. Содан кейін барып, Теңіз ауылына барып, Лотос алқабына гүлмен тамашалауға сондай бір туристерге биыл сондай пакет ұсынылды. Яғни тек қана бір мысалы туристік объектіні ғана емес, соған жетер жолда барлығын қамтуға тырысты. Ал олардың осы жаңа айтып жатыр ғой, осыған дейін жаңғал оқыдым, бізде мысалы гидтарды оқыту мәселесі қаралған екен, биыл қателеспесем 20 гид, 25 гидті сіздер оқыттыңыздар. Жалпы біздің гидтардың сапалы болуы да ол өте маңызды деп ойлаймын. Енді қазақтың тарихы, Атыраудың тарихы туралы мәліметті дұрыс беру үшін. Көп іздену керек қой гидтар. Биыл гидтарды 25 гидті оқыттық. Оның жартысы 12-сі орысша, 13-і қазақ тілінде оқытылды. Басты мақсатымыз қазақ туризммен бірге бірлесіп отырып жасадық. Басты мақсатымыз жергілікті келген туристерге мәдениетімізді, салт дәстүрімізді, рухани құндылығымызды, біздің табиғатымызды өзінің бір деңгейінде жақсы мәдени түрде жеткізуге, оны жақсы ақпарат, дұрыс ақпарат беруге сондай бір шара ұйымдастырған болатынбыз. Алдағы уақытта да бұндай шаралар өзінің жалғасын табатын болады. Жалпы сұраныс, қызығушылық бар ма? Осылар мысалы оққандар, ары қарай осы жұмысын жалғастырып кетіп жатқандар. Бір қызығушылық бар. Біздер бұл шараның өтетін жөнінде хабарлағанда 1-3 күннің ішінде неміз толды. Орнымыз толды. Бірден толды. Толғанда мысалы 32 адам шатыспасам, 32 адамға дейін тіркелді. Сосын өзінің бір требованиялары болды. Соған байланысты іріктеп ішінен алдық. Енді алдағы уақытта енді бізде көбіне мәселе
өзім де байқаймын, сервиске қатысты болады, иә. Мысалға, Атыраудан өзге өңірге келген, өзге өңірден Атырауға келген адам болсын, немесе өзге елден Атырауға келген адам болсын, ең бірінші қай адам болса да бір сапалы қызметтің алғанын, қонақ үйдегі қызметтің сапалы көрсетілгенін, немесе сол туристік нысанға барар жолда мысалға жақсы жолмен жүргені, инфрақұрылымның жақсы болғаны, яғни діттеген жеріне ешқандай мәселесі жеткенін қалайды. Көбіне мысалға енді Атыраудың менталитетін батыстың халқы түсінуі мүмкін, басқа өңірдің халқы мысалға біздің сөйлеген сөзімізге, іс-әрекетімізге, мимикамызға мысалға ол кісілерге ол бір бейәдеп болып көрінуі мүмкін, иә. Осы олқылықтың орнын біз толтыру мақсатында алдағы уақытта қандай да бір жұмыс жоспарланған ба? Жоспарланған 2025-27 жыл аралығына жол картасы жасақталған. Сол жол картасында көрсетілген 50 қонақ үй қызметкерлерін оқытамыз, яғни олардың администраторларын оқытамыз. 50 адамды мейрамхана қызметкерлерін оқытамыз. Керемет. Ол бізге не береді? Ол бізге келген туристермен мәдениетті жұмыс жасауға, оларға сыпайы қарым-қатынас жақсы ғой. Қызметімізді арттыруға бізге үлкен бір септігін тигізеді деген оймен осындай бір жоспарға қосқанбыз. Бұйырса 2026 жылы жүзеге асады. Одан кейін аудиогид ойластырып шығардық. Аудиогид дегеніміз определенный аппаратура. Оған гид маманы арқылы ішіне озвучка құйылады. Сол озвучкамен олар барған нысанына барып QR-код теру арқылы сол жерде гидсізде мағлұмат алынады. Яғни сіздерден аудиогидті алып кетеді, содан кейін сіздерден алып кетеді ме, немесе туроператорлардан алып кетеді? Туроператорлардан алып кетеді. Жеріне тапсыратын болады. Дуат мырза, енді сіз жиі саяхаттайсыз, жиі мысалға жүресіз, бізде қандай бір осы инфрақұрылымды қай объектілерге жету қиын? Мысалға бұрын бізде үнемі мәселе бұл Атырау-Астрахань тас жолы еді. Енді ол бітті, иә. Соның арқасында биыл енді туристердің саны артты деуге болады. Және қазіргі уақытта енді Грузияға, Турцияға біздің Атырау-Астрахань тас жолы арқылы өтетіндіктен мысалға бұл өте бізге бір жақсы жол болды, иә. Себебі өзге елдің азаматы болсын, өзге өңірден мысалға Турцияға, Грузияға барам деген азамат Атыраумен өтеді. Сол кезде біз тым болмаса халықты 2-3 күн өзіміздің өңірде мысалға өзіміз нысандармен таныстырып, өзімізге пайда ретінде, иә, туристік әлеуетімізді көтеріп қалуға бұл үлкен мүмкіндік болып тұр. Ал қай жақтарда мысалға өңіріміздің қай аудандарында мысалға инфрақұрылымдық мәселелер бар? Енді Құрманғазы ауданында соңғы кезде жақсы бізде ұнап жатқаны жақсы дамып жатыр. Бұрын осыдан 3-4 жыл бұрын бана қайықтарды әркімнің үйіне барып шығарып парк билейік, отдыхқа парк билеңіз деген сияқты жүрдік қой. Қазір ол жерде уже қайықтар кәдімгідей күтіп алып, сервистер жақсы дамыған туристерді апарып алып келу деген сияқты. Алдында фестивальдерде көрдік, Әзербайжаннан келген туристерді көрдік, бана Россия, орыс елдерінен, Ресейден келген туристерді де кездестірдік ол жерде. Барлығы тамаша өтіп жатыр. Енді сондай жылда фестивальдер өтіп тұрса, елімізде, өңірде жақсы деп ойлаймын сен. Индерде мысалы Тұздыкөлде де өткізуге болады фестивальдерді жыл сайын. Оның бәрі дейтін жарнама ғой. Мысалы Маңғыстаудың табиғаты, мысалы Маңғыстау қазір туризмнен жақсы дамып келе жатыр да. Осы кеше жақында барып келдік Маңғыстауға. Ол медиа арқылы мана айтып отырық қой енді. Әлеуметтік жер арқылы танылады, солар арқылы туристер көреді, солар арқылы келеді деген сияқты. Атақты бір Инстаграмда нені көрдік, Даниэль Кордон дейтін бір бейне түсіретін сондай не бар. Контент-мейкер бар да, сол кісі осы біздің 1000 теңгеміздегі боқты тауын келіп, сондай бір ерекше кадр алған ол жерде күннің түсуімен. Соны өзінің әлеуметтік парақшасына салғаннан кейін, содан кейін уже сұраныс артқан ғой, бана туристердің келуіне деген сияқты. Бір не жарып кетті ғой былайша айтқанда. Содан кейін уже жергілікті балдар айтады да, турмен айналысып жүрген. Содан кейін уже фотографтар, видеографтар соны именно сол кадрды түсіру үшін Маңғыстауды бозжыраны осының боқтыны көрсету үшін содан кейін ағылып бастаған. Бізге де енді сондай бір жаратын нәрсе керек болып тұр ғой, отыстымызды әдемі көрсетіп деген сияқты. Тұздыкөл мысалы жақсы нелер келіп жатыр ғой. Сондықтан елімізге танымал видеографтар шақырып, Бәкеңде Болатбек мырзалармен жұмыс істеп шақырып көрсету керек әлде де өңірдің табиғаттарын. Бізде мысалы осы бізде қазір визит деген мекемелер әр өңірде көп, иә. Мысалы визит Атырау бар, визит Алматы деген сияқты. Визит Жетісу, мысалы сізге де хабарласқан кезде де айттым ғой, бізде визит Жетісу сияқты неге бізде ақпараттық жұмыс жүрмейді деген сияқты. Енді визит Жетісу, енді Али Әшім дейтін бізде азамат бар, ол осы тарих жөнінде жалпы контенті өте қызықты. Сол кісімен бірге бірлескен контенттер жасаған екен, иә. Сол контенттер
біздің Атырау облысына да келсе, бізге келген туристердің саны артатын еді деген бір ұсыныс бар. Бұл жағынан сізде жоспарлар бар ма? Бұл жағынан бізде жоспарлар бар. Біздер оны өз тілімізбен инфотур, блог-тур деп атаймыз. Жалпы 2026-ға жоспарлануда. Үлкен миллионный подписчигі бар, миллионный аудиториясы бар блогерлармен, тревел блогерлармен жұмыс жасау, және солар арқылы елге ақпарат жеткізу. Мысалға алатын болсақ, биылдың өзінде бір отбасы келген Сингапурдан. Мен арнайы өзім шығып, бірге сол кісілерді Тұздыкөлге апарған. Ол кісілердің қызығушылық танытқаны соншалықты, көрген болсаңыздар, әлеуметтік желіде Байдастан деген біздің тревел блогердің несі бар, розовый оттенкімен түсірген видеосы бар шығарған. Сол видеоны қызығып, осы қай жерде екен, қай елде деп Сингапурдың тұрғындары келіп, осы жерге қызығушылық танытты, апарып көрсеттім. Расында күннің батуына жақындаған уақытта тұзды көліміз, ақпақ болып жатқан тұзды көліміз өзі бір ерекше бір түске айналып, бір адамның көзіне қызығатындай бір түске айналып, сондай бір қызығушылық танытады. Жалпы осындай бір ақпарат арқылы, осындай блогерлар арқылы, тревеллер блогерлар арқылы біздер алдағы уақытта осындай блог-тур өткіземіз. Сол арқылы халыққа жеткізетін боламыз. Қазіргі уақытта ең басты құрал бұл әлеуметтік желі болып тұр. Сізге де солай хабарласатын шығар, иә? Кореядан да жазғанды біле таң қалдым. Кореядан жазып тұр, осы мына локация қайда деп лотосты сұрайды да, біздің осы қазақ елінде осы біздер оны Қытай деп түсініп тұрдық дейді да. Қазақстанның туын жіберіп, Қытайда да бар ғой енді. Аудармамен сөйлесіп, осы әлемнің екі жерінде өседі, біздің елге келіңіздер деген сияқты, біздер барып көрсетеміз деген сияқты. Қызығушылығын танытып жатыр да. Кореядан жазған таң қалғаным бар. Жалпы енді биыл Лос фестивалі халықаралық деңгейде бір үлкен бір шара өтті ғой. Облыс әкімінің қолдауымен, аудан әкімдігімен, осы визитатормен бірлесіп, бір үлкен бір Лос Фест фестивалі өтті. Жақсы фестивальға 10 мыңнан астам туристер қатысатын болды. Ол бағанағыдай қазақстандықтар да бар, оның ішінде сырт елден де келген бір қонақтарымыз болды. Жалпы бұндай фестиваль әлі де жалғасын табады. Әлі де біздер биылғы өткізген шарамыз бірінші жыл болғасын, алғаш рет болғасын, сәл форматын өзімізге бағанағыдай наурызнамамызға ұқсатып, қазақтың келген қонақтар қазақтың салт дәстүрін көруге, киіз үйін көруге деген тақырыпта сондай қылып дайындаған болатынбыз биыл площадкамызды. Келесі жылға одан да әрі дамытамыз. Келесі жылға дрон шоу, лазерный шоу деген қосымша шаралар ұйымдастыратын болады. Сарайшықты да сосын бір кішкене қарау керек сияқты. Мысалы Шахристанды да Таразда болған кезде, Шахристанда оларда Сарайшықпен ескі Шахристан деген қала ғой, көне қала. Соның төбесін олар бағанағыда шатырмен жауып қойған да, суға не істемеу үшін соны салынса, бізге де Сарайшықтың несіне, төбесіне ол да жақсы болады да. Ескі нелер, жәдігерлер енді. Аспан астындағы қалашық деп сондай қоршау жасап бастады Сарайшықта. Барсаңыз, батыс қақпасына барған болсаңыз, батыс қақпасынан кіргеннен кейін тек көтерілетін не бар, бірінші қатарға. Аспан астында бір қоршау жасалғанда, ол жалғасын табатын болады ары қарай. Сарайшықта, иә. Бізде енді тарихи жерлер бар, иә, және табиғаттың өзінің бір тылсым берген жерлері бар. Нарынқол, Лотос деген сияқты. Мысалы, Индерде білеміз, Димаш төбе дейтін ашық аспан астындағы музей салынып аяқталды. Және де мысалы жуықта Жылой жерінде Арал төбенің, дәл Арал төбеде де осындай қорымда осындай Димаш төбесі сияқты ашық аспан астындағы музей салу жоспарланып отыр екен, иә. Жалпы сізден сұрағым келгені, туристер көбіне осы табиғаттың тылсым ерекшеліктеріне қызыға ма, әлде тарихи жерлерге қызыға ма? Тарихи жерге де қызығып келіп сұраныстыратын туристеріміз бар, сұрайтын. Бана табиғатымызды көріп те тамашалайтын. Резерватта енді бізде дейтін керемет жер ғой, бана құстармен неше түрлі жерлер бар. Бұл жерге де баратын туристер. Кеше екі итальянспен Болатбекпен барып келдік біздер. Әдемі қызығып жатыр да, оларда суретке түсіріп, оларда тау не ғой енді. Бір ерекшелігі, біздің батыстың ерекшелігі күннің батуымен шығуын былайша айтқанда ерекше көріністе не істейміз, қараймыз ғой. Өзіңіз болдыңыз ба резерватта? Жоқ, болған жоқпын. Бірақ естідім, видеоларын көрдім. Жалпы біздің Ақжайық табиғи резерват қорымызда 292 құстың түрі бар.
әртүрлі жануарлардың да түрі бар. Ол жерде адам барса бір көзі тоймайтындай бір сондай бір әсер алады. Құстары жайықпен сәл қайықпен теңізге қарай шығатын болсаңыз, жайықпен тұщы су мен ащы судың тоғысқан жерінде көруге болады ол жерден. Сондай бір табиғаттың екі түсте ма? Екі түсте. Сондай бір әдемі жер. Бұл жерде жабайы хайуандарды кездестіруіміз мүмкін. Ол жерде бағана шакалдар дейміз, неше түрлі жануарлар бар. Құстардан бөлек барлығын қамыстың арасынан шығып сізге келіп көргенде ерекше бір әсері бар өзінде. Тамашалау. Бізде осыдан мен 2 жыл 3 жыл бұрын қателеспесем, Лотостың Қиғаш өзенінің бойында бізде бірнеше туристік демалыс орындары бар, иә. Ол жаққа күзде сұраныс өте үлкен жоғары. Тіпті шетелден алдын ала брондайды, себебі жиі келіп тұрады екен. Жыл сайын белгілі бір турист жыл сайын осы жақта аң аулауды, құс атуды, балық аулауды, иә, соның барлығын алдын ала жоспарлап, алдын ала бронь жасайды. Тіпті турист ол жердегі мамандармен тілдескен кезде олардың айтатыны, неге осы басқа жақтан, шетелден оларда ондай жоқ па деген сауал туындайды. Сонда айтады, жабайы табиғатқа дегенде сұраныс көп. Жабайы демалыс деп айтады ғой, бір тырнақшаның ішімен айтқанда, сондай бір бізде ерекшелігіміз бар, иә, соны бір дамыту керек сияқты деп ойлаймын. Бізде мысалы Қиғаштың әлі жиегінде орын, жер өте көп. Әрине сулы батпақты жерлер болғанмен туристік нысандар салуға да мысалы жерлер өте көп. Мысалға визит атырау ретінде мысалы сіздер осы кәсіпкерлердің қызығушылығы бойынша жұмыс жасайсыздар ма? Кәсіпкерлерді осы салаға тарту бойынша. Мысалға көбісі әрине бұл жұмыс маусымдық жұмыс болып есептеледі. Бізде мемлекеттік арнайы соған жасақталған бағдарлама бар. Туристік нысан салатын болса, мысалы турбаз деп айтайық, оған мемлекет тарапынан 10% қайтарымы болады. Субсидия дейді. Жалпы шығынның 10%. Жалпы шығынның 10% қайтарылады. Егер де санитарный узел дейміз, санитарлық торап салынатын болса, не бойынан, трассының бойынан, онда ай сайын 83 мың теңге өтемақы төленеді. Сондай бағытта туристік автобус алатын болса, мысалы автобустың 20% ақшасын қайтарып кейін мемлекет тарапынан сондай қолдау бар. Яғни қолдау бар. Бұған қызығушылық қандай? Қызығушылық танытып жатқан бізде қонақ үйлерде мысалға өте көп емес. Мысалы мен өзім айтамын, жиі командировкаға шыққанда мысалы дұрыс қонақ үй, жақсы бір сервистік қызметі бар жер табу бізде енді қиынға соғады. Ондай қолдауды алу үшін мемлекет тарап о бастан турбазын салар уақытта туристік деп ашылу керек болады, деятельность туризмі деп ашу керек болады. Сол уақытта ғана мемлекет тарапынан қолдау болады. Яғни алдын ала құжаттарын рәсімдемес бұрын сол бағытқа бет бұру керек болып тұр. Жалпы бізде нарын құмы бар, иә? Оның да бір туристік әлеуеті жоғары сияқты. Квадроциклмен сол жаққа мысалға барып, джип турлар өткізеді. Яғни ол жақтың да әлеуетін арттыруға мүмкіндік бар. Адреналин оның бәрі, аяқтан өткізудің бәрі. Қазіргі күні біздер инвестор іздеп жатырмыз. Сондай нарын құмына барып, сондай шаралар ұйымдастырып, сондай бір туристік нысанда салып, ішіне бір киіз үйлер салып, бір түйелер, атқа міну ұйымдастыратын болса, әрине біздер ақпараттық тұрғыда қолдаймыз. Оның кәсібін ары қарай ілгерілеуіне біздер үлкен бір септігін тигіземіз деген ойдамын. Ақпараттық қолдау міндетті түрде жүргізетін боламыз. Осы инвестор тарту жұмысы қателеспесем Индыр жақта да мысалға Тұздыкөлге де болып жатыр, иә? Тұздыкөлге де дамып жатыр. Ол жерде енді күні бүгінге дейін ол жер ерекше аймақ қорғау аймағында болды. Биылдан бастап ол аймақтан шешілді. Ендігі уақытта біздердің жұмысымыз ол жерге инвестор табу керек, және де сауықтыру туризмін санаторий салып, сауықтыру туризмін одан да ары қарай дамытуымыз керек. Жаңа атап өттік қой, туризмнің бірнеше бағыты бар, иә? Бізде жаңа сауықтыру туризмі болсын, кәсіпкерлік туризмі болсын, қай бағыт бізде дамып жатыр, және де осы туризмді дамыту барысында біздің өзіміздің жеке кәсіпкерлердің, жалпы жеке кәсіпкерлердің қызығушылығы қандай дәрежеде деп есептейсіздер? Бізде енді сарайшықты айтпай кетуге болмайды. Әрине. Тарихи мәдени туризм дегенде ең бірінші бізге сарайшық айтылады. Одан кейін экологиялық туризм, ол бана айтып отқанымыз резерватымыз бар, лотос гүліміз бар деген сияқты.
Одан кейін майыс туризм дейміз, деловой туризм. Сол туризмнің қазір алғашқы дамып келатқан қатарында осы майыс туризм. Себебі әкімшілікке қарасты көптеген басқармалар бар. Сол басқармаларға келіп жатқан қонақтар, делегациялардың бәрі осы визитатормен бірге осы біздің туристік нысандарға барып, соларға біздің жерімізді, өлкемізді таныстырып көрсетіп жатырмыз. Яғни осы бағытта бізде сұраныс бар, жақсы, дамып жатыр. Ал жаңа енді бұл сұрағымда қайтып қойғым келіп отыр, себебі жауап болмай қалды, басқа темаға көшіп кеттік, басқа тақырыпқа. Инфрақұрылым мәселесін енді сіз саяхатшы ретінде қандай мәселелерді көтерер едіңіз? Мен жеке басым өзім Индер ауданында, осы Құрманғазы ауданында болдым, Индер жақта, Индер ауданында болдым. Карьерға бардық, тағы да осы Тұздыкөлге бардық. Жалпы қандай да бұл жерде енді жол бойындағы жаңа айтып өткен әжетханалардың жоқтығы, қонақ үйлердің аздығы, ондағы сервистің, тағы да басқа қандай да бір мәселелерді атап өтуге болады? Бастысы сол туристік карта жасақталса, сол жерге сіз осындасыз деген сияқты бір адамдардың тарихымен сол жерге жазылып бір даска қойылып, сосын әдемі бір фотозоналар жасалса, туристерға да тоже тартуға деген жақсы не болады ғой. Яғни кейбір объектілерде, яғни туристік ақпарат нысан туралы ақпарат беретін не жоқ, туристік карта нелер ғой, даскалар жасап. Даскалар, тақтайшалар жазып, осындай сол Аккегершінің тарихын, өзінің дәуірін, қалай пайда болу жолын деген 3 тілде мысалы жазып қойса, ол жерде оқуға жақсы болады деген ойдамын. Бізде қоғамда мынандай бір екі жақты көзқарас бар, мысалы Ақкегершін сондай жерлерді алады. Ақкегершінде атыраулықтардың көбісі әлі білмейтіндер бар. Біздерде білмейді әлі көбісі. Атырауда мынандай жер бар ма деген сияқты таңғалып жатады да. Ар жағына шықсаң Иманқара тұр ғой, ол жерде де керемет жер ғой. Иманқара бұл мешіт қой, қателеспесем. Жоқ, үңгір ғой, Иманқара үңгірі. Дәуірден бермен ғой, жер асты үңгірі. Бізде жаңа сөзімді аяқтайын, халықтың арасында жалпы қоғамда екі пікір туындайды осы инфрақұрылым мәселесіне келгенде. Бір айтады, мысалы туристік объектіге дейін инфрақұрылым болу қажет деп есептейді, ал бірі оны қажет емес деп есептейді, себебі осы аумақтың бір атмосферасы бұзылады, және де оған бір жетудің өзінің бір сөзбен айтқанда бір рахаты болады, әр нәрседен бір атмосферасын сезінуің керек. Ол активны, белсенді демалыс болғаннан кейін сен ол жерге мысалы қиындықпен жеткеннің өзі бұл естелік деген сияқты бір пікірлер айтылады. Оған сіздер қалай қарайсыздар? Мысалы бір тарап бұл жағдайдың жасалғанын қалайды, ал бір тарап ол жағдай жасалмай сол демалыстың бір сөзбен айтқанда кайфын сезіну керек дейді ғой. Сол жолсыз жермен жүргеннің өзі бір естелік болып қалады. Оның бір өзі үлкен тәжірибе болуы мүмкін. Сіздердің ойларыңызша бұл қаншалықты дұрыс, қандай пікірдесіздер? Ақкегершінге енді жақсы ол. Ақкегершін джип тур ұйымдастыруға деген ол жақсы адреналин бір жағынан. Жолдың бойымен, қара жолмен барған өзі бір демалыс қой біздерге. Оны түсінетіндер де бар, түсінбейтіндер де бар. Былай енді 30 қой, дұрысы жеңіл барып келем деген адамдар 30 ыңғайлы да. Бір несі қызығы, біздің Атыраудың локацияларының бәрі алыста орналасқан ғой. Көп жерлері алыста орналасқан, бағанағыдай адамды ластамайды ол жақты бағанағыдай. Көп ешкім бара бермегеннен ластанбайды да, сол қалпында сақталып тұрады да бармағаннан кейін. Жақын жерде болатын болса енді жиі барғаннан адамдар айналасынан қоқыс жазып кетеді, әлі біздерде кішкене ондай жақтары кішкене әлсіздеу ғой. Сол жақтарынан кішкене адамдарға үйренсе жақсы болады ғой. Экологиялық мәдениетті енді бізге қатар дамыту керек сияқты осы тұста. Бұл жерде мысалы инфрақұрылым дегеннің өзінде де қарапайым жағдай жасау. Мысалы биыл бізде фестиваль болатындықтан қарайтын аймақ жасалды, арнайы, және де қайықтардың тұратын аймақ арнайы жасалды. Яғни бір прогрестің барын көруімізге болады, Ол енді фестиваль аясында жасалған шаралар. Ұсынысты осы бір жыл бұрын берген болатынбыз. Жалпы енді фотозона болған, бағанағыдай сіз айтып отқандай бағанағыдай пирс деп атаймыз бір сөзбен. Пирс болған жақсы. Халық келеді. Мысалы мен осы 2 жыл бұрын отбасымен барған болатынмын. Кішкентай 5 жасар балам сол қайықтың үстінен суретке түскен болатынбыз. Дрон ұшырдық, суретке түстік. Кішкентай балам сол жерден суға түскен болатын. Қайықтан құлап кетті. Қайта ана жер тайыз, балам бойы жетіп тұр, баламды алып көтерем. Содан кейін енді осы жерге енді Жылжан болын басшы болғанда ойға келді да, не жасауға болады бұл жерге? Қандай бір қауіпсіздік ойластыруға болады деп.
осы ауданға осындай ұсыныс берген болатынбыз. Осындай бір пирс салынса, халық келгенде қайықпен түсіп, бүйтіп сәл айналасынан бір айналасын көріп, гүлді тамашалап, бір жүретін бір сол жер жақсы істелген. сол жерлерді аудандық әкімдік қолдап, пирс жасап, бана сіз айтқандай қайыққа отыратын жерден жағалау жасап, халыққа бір көлеңке ұйымдастырып, бір күннің астында тұрмас үшін сондай бір қызметтер жасалған болатын биылғы. Жаңа медиа деп жатырмыз ғой, бұл салада ең бірінші бізде шешуші бір құрал ретінде бұл медианы пайдаланып отырмыз. Ал медиадан бөлек мысалға бізде ақпараттық орталықтар алдағы уақытта мысалға біздің қаламыздан көреміз бе қызығы? Бана атап өткенде жол картасында да көрсетілген 4-1 пунктінде. Ол жерде Атыраудан қосымша ақпараттық орталықтар ашу. Ол дегеніміз вокзал мен аэропорттан визит центр ашу. Көп келетін халық, келетін туристердің бәрі біздің әуежай арқылы келеді, банағыдай жыды жол арқылы келеді. Сол себепті аэропорт пен вокзалдан визит центрлер ашу. Одан кейін қала ішінде жаяу жүргіншілерге ақпараттық орталықтар ашу. Ол біреуі әкімшіліктің жанында жағалаудан, екіншісі Жеңіс саябағынан. Ол жерде не болады? Ақпараттық дөңгершек салынады, ішінде интерактивный киоск деген бар. Бүткіл туристік, Атырау облысының туристік нысандары белгіленген интерактивный киоск деп атаймыз. Тақтайша, соның ішіне кіргенде бүткіл Атыраудың туристік ақпараттарын, қай жерге тоқтауға болады, қай жерден гастрономиялық тағам, біздің ұлттық тағамымызды жеуге болады деген сияқты толық ақпарат ала алады. Арнайы менеджерлер тұрады ішінде, қолжетімді ақпараттар, қала ішіндегі туристік карталар ұсынылатын болады. Және де қолөнершілерді қолдау мақсатында қолөнершілерге арнайы ішінен 2-3 квадрат жерге қолжетімді бағада туристерге сондай бір қолөнершілердің бұйымдары сатылатын болады. Сувенирлер, яғни Атырау дегенде бізді көрсететін бекіреміз, балығымыз Yeah. бар. Арнайы сол осы арнайы былтыр қараша айында Жайық Брендфест деген фестиваль өткен болған. Сол фестивальда Атырау облысының 250 қолөнершілері қатысып, енді атауды айтып тұр ғой, Жайық Брендфест, Атыраудың брендін шығарымыз келді. Соған арнайы осы шараны ұйымдастырдық. 250 қолөнершілердің ішінен 35 қолөнерші марапатқа ие болып, және де оларға алдағы уақытта мемлекет тарапынан қолдау болатын көрсетіп, және де олар өздерінің бұйымдарын ары қарай қалай біздер туристерге ұсынамыз, тек осы жерден әзірлеп қана қоймай, оны қалай упаковать етеміз, оған қалай этикировать етеді, оны қалай экспортқа шығарады деген тақырыпта оларды біз жетілдіру курсын оқытқан болатынбыз. Одан кейін сол бұйымдарды алдағы уақытта банаға аталып отырған информационный центрлардан көретін боласыздар. Яғни біздің өнім шетелдіктерге, яғни олардың сұранысы бойынша шағын сувенирлер, магнетиктер, осы бірге сөмкесіне алып кетуге ыңғайлы етіп, сондай заттар оларға сатылатын болады, бір сөзбен айтқанда. Яғни бұны 26 жылға жоспарлап отырсыздар, 26 жылға жоспарлап отырмыз. Сіздер вокзал мен аэропортты күтпейтін шығарсыздар, қаланың ішінен аша бересіздер ме? Ол екеуінің жөндеу жұмыстары, біреуінің салу жұмыстары аяқталғанша, или аэропорт қазір енді аэропортқа өзгеріс енгіздік проектіге. Бұл жерде мердігер мекеме бірден не салатын болады ішіне, дүңгершегіміз салатын болады бірден. Вокзалға біздер хат жазып, уже бекітіп қойдық, келісім алдық, информационный центр саламыз вокзалдан. Сосын бана атап өткен қала ішінен де алдағы уақытта осы 26 жылы бұйырса жүзеге асатын болады. Дуат мырза, сіз енді осы туристік объектілердің сандарды, жерлерді жиі түсіресіз, кадрға аласыз. Видеомен сіз өзіңізге бір күшті контент жасап отырсыз, Қай видеоларыңыз өтімді, қай объектілер және де реакция қандай? Реакция шетелдіктерден қатты көп түсіп жатқан жоқ та, еліміздің басқа қалаларынан андай тіркелген саны артып жатыр. Соңғы кеше Маңғыстаудан кейін енді шетелдіктер тіркелген бар, бірақ біз енді табиғатқа тамақ пісіреміз ғой. Сол тамақ пісіру жағы кішкене контент өтеді да оларға.
бұл қай жер деген сияқты өзім сол әдемі жерлерді локацияларды осы жайық бойында таулардың арасынан іздеп бір ерекше жерлерді тауып аламын да сол жерден тамақ пісіріп көрсеткен кезде сол адамдар сұрайды. Сосын мен каждый видеомның артына банан отчет шығарамын да, мына жерде мен демалдым, көрсетіп видеомның артын тазалап кеттім, ешқандай қоқыс қалдырған жоқпын, өзіммен бірге алып кеттім деген сияқты адамдарға сондай бір тазалық насихаттап жүремін да жүрген жерімде. Сонда артынан локациялар сұрайды ғой, қай жерде айтшы бізде барайық, или апаршиш деген сияқты бәрін ары қарай көп көрсете берсең де адамдар мысалы кейбір жерлер алыстап кетеді да. Сондықтан айтатын адамдарға да айтамыз, кейбір жерлеріне баратын білетін адамдарға, түсінетін адамдарға. Өзіңіз яғни іздеп жүріп арнайы жұмыс етіп соны іздейсіз, содан кейін ғана. Іздеймін Атыраудың жерлерін шығып, әдемі жерлерін. Қай жерлері әдемі Атыраудың? Жерлер бар енді. Жайықтың бойынан яғни, иә? Үнемі сіз жайықтың бойынан. Жайық бойында ғой, бізде де шығатын жер. Былай алыс жерлерге шыққан кезде қонақтарды алып шығамыз, басқа қаладан достарым келеді. Индерге апарып жатамыз, Ақкөгершінге жақында барамыз деп жоспарлап қоямыз. Сол жаққа барып тағы да бір қарап келетін шығармыз деп отырмыз. Бізде өте бір жақсы тенденция, ол бізде үлкен осы туристік команданың болу деп айтсам қалай болады екен. Атырау Номадс дейтін біз үлкен клубтар бар, иә. Бір клуб бар, енді басқа бар ма жоқ па білмеймін. Иә, оның да сіз мүшесіз, иә. Менде алғаш сапарларына менде бір екі сапар. Қай неде болған боларсыз? Мен ең алғаш бардым осы Индерге барған кезде, бір тасқа бардық, содан кейін бір мазарға бардық, сосын Тұздыкөлге барып, карьерге қонып, келесі күні жалауды ашатын уақытта. Иә, жалауды ашатын уақытта 21-де ма, 22-де ма ұмытып қалып тұрмын, сол уақытта бізге бардық. Яғни бізде халық бұл команда Лотосфестке отбасымен келіп бір үлкен бір жақсы бір көз қуантатындай бір мүмкіндік жасады, иә. Бірнеше отбасы бірге клуб ретінде командамен келіп осы шатырларын тігіп, осы еліміздегі туристік әлеуеттің дамуына бір үлкен бір септігін тигізіп бір үлгі болып жатыр, иә. Сіздердің ойларыңызша жалпы халықтың туризмге деген көзқарасы қалай өзгеріп жатыр деп ойлайсыздар? Жақсы өзгеріп жатыр. Оны қайдан көруімізге болады? Атырау Номадс енді саяхатшылар жылдан жылға өзінің несі кеңейіп келе жатыр ғой, мана. Тіркелуші саны дейміз ғой, қалай туристер жергілікті тұрғындардан отбасылық болып біздер жылда шығамыз. Кеше 30-қа да бірге барғанбыз, сол колоннамен барып өзіміз Тасқыранға тоқтаймыз, Зейнен атаның несін жолда тоқтайтын жер соған тоқтап ары қарай тамашалап кете береміз. Атырау Номадс жылда ұйымдастырып тұрады ғой, құрылтайшылар бар, солардың ішінде біздер де белсенді атсалысып тұрамыз. Әдемі видеоларды да ояққа түсіреміз деген сияқты бірге атсалысамыз бәріміз. Ондай клубтар бізге көбірек қажет сияқты. Яғни ол жерде кішкентай баламен жүреді, ол баланың да бала көреді, экологиялық мәдениеттің не екенін көреді. Бұл клубтың құрылтайшылары Шыныбеков, Ерік деген кісі бар, Элдар, Ерлан деген жігіттер бар. Бұл жігіттер жалпы туризмнің шынайы жанашырлары деп айтсақ болады. Бұлар ешқандай ақысыз, ешқандай мемлекеттің қолдаусыз өздерінің еркілерімен, шынайы ниеттермен біздің туристік нысандарды ақпараттандырып жүр. Ол да бір ішкі туризмнің дамуына бір үлкен үлесін қосады деген сенімдеміз. Біздің Индерде мысалы жайған жалауымыз қаншама жерлер Қазақстан телеарнасынан да шықты, ол жерде басқа әлеуметтік желілердің бәріне шықты ғой, түсірген видеоларымыз. Оның бәрі сол уже Тұздыкөлдің локациясын көреді адамдар. Содан кейін қызығушылық танытады, бұл қай жерде деген сияқты. Ожидание реальность деп қалатын сіздерде туристер болмай ма? Ондай болып көрген жоқпын бізде. Ондай жоқ, иә. Бізде видеода енді кәсіби мамандар монтаж қосып жібереді ғой аздап. Жалпы негізі саяхатшылар деген өздері негізі не болып келмейді, критикаға жоқ болып келеді олар. Саяхатшылар таза демалыс жақсы көреді. Келеді, сын іздемейді. Әрине. Бір сәл бір нелер, кемшіліктер болып қалып жатса, ондай заттарға бір көз жұмып өтіп кете береміз. Өзімізде мысалы сырт елге шыққанда да көріп қаласың, ондай заттарға көп мән бермейсің, демалып жүргесін, сол демалып жүрген көңіл күйіңізбен ары қарай демалысыңызды жалғастыра бересіз ғой. Сол сияқты енді келген туристерде бізге сын үшін келмейді, біздің табиғатымызды тамашалау үшін, көру үшін. Ұнамайды деп жатқан туристер жоқ. Негізі жалпы деймін да, бағанағыдай айтып жатырық қой қазір, 7 кереметімізді айттық, бүткіл локациямызды айтып жатырық. Жалпы Атырауда туризм жоқ деген адамның тілін кесіп алуға болады. Түсінбейтін, білмейтін. Абай атамыз айтқандай, мінезін өзгерте алмайтын адамның тілін кесіп аларым дегендей, Атырауда туризм жоқ деген адамның тілін кесіп алар едім. Тіпті қазір бізде үлкен туристік нысандарымыз, қазір республикалық қорғауда тұрған резерватымыз бен Сарайшық музейіміздің өзі.
жерде тарихтар жатыр, үлкен визит орталығы салынды, сарайшыққа. жалпы қосымша банаға 4 визит орталығынан бөлек қосымша резерваттында өзінің жасақтап жатқан нелері бар, жобалары бар. Резерваттың басынан да визит центр ашылып алдағы уақытта. Құрманғазыда негізі нелер бар ғой, база отдықтар дейміз, демалыс орындары, сол резерват жақта да кішкене саяқтар болса жақсы ғой. Сондай бәкең айтып отқандай визит центр салынады деп жатыр, ол жақсы ол нәрсе. Кеше енді Lotus Fest аясында бір күнде ашылу күні 10 мыңнан адам қамтыды. Сол уақытта мынадай жатақхана, қонақ үй деген мәселелері сәл бізге қиындық тудыртты негізі. Келген қонақтарды қарсы алу бағытында кішкене сәл қиындықтар тудыртты, бірақ алдағы уақытта бұл нелер минустарымыз плюске айналады деген сенімдеміз. Мысалы, ауылда Алматыда Саты дейтін ауыл бар, білетін шығарсыздар, Көлсай Қайындыға баратын адамдар сол жерге тоқтайды, сол жерде адамдар қарапайым ауыл тұрғындары үйлерін жалға беріп, сол жұмысты өздеріне кәсіп етіп отыр. Бұл бізде де мысалға тенденцияға айналуы мүмкін ғой. Мысалы, Қиғаштың халқы өзінің үйін жалға беріп табыс табатын болса, оның өзі де үлкен жұмыс. Себебі ауылда не мәселе? Жұмыссыздық мәселесі мысалға өршіп тұр. Ол да бір мәселенің шешілуіне ықпал етеді. Және де мысалға биыл фестиваль уақытында бізде қайықтар өзінің белгілі бір қалыпқа келді. Олардың жағдайы жақсарды. Арнайы оларға киім берілді. Олар бір халықты жақсы көңіл күймен апарып келді деп айтуға болады. Жолаушылар болды қайықтарда. Бір атмосфера сезілген сияқты, осы мысалы жаңа атап өттіңіз ғой, оларды да бір дамыту мақсатында оларға қандай жоспарларыңыз бар? Бана жол картасында атап өткендей, қайықшыларды оқыту деген жоспарда бар. Фестиваль аясында айтылды ғой, фестиваль аясында бұл фестивальдің да келесі жылы банағыдай кемшіліктерімізді толықтыру бағытында көптеген жұмыстар жасалатын болады. Яғни қайықшыларды да сіздер халықпен қалай жұмыс жасау керек, сервисті қалай көрсету керек, қалай сөйлесу керек, барлығын үйретуді жоспарлап отырсыздар, биылғы уақытта фест аясында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бірақ келесі жылы арнайы ол кісілерді оқытатын боламыз. Арнайы оқытып, келген оларға бір гид маманында бір сәл тақырыпты толық ашып бермесе де, Лотосқа барғанға дейін бір Лотос жөнінде бір қысқаша бір ақпарат беруге де сондай бір ұсыныстар беретін боламыз. Осыдан 3 жыл бұрын барған кезде де, сол кейбір қайықшылар әрине біледі, мысалға мен одан кейін 3 жылдан кейін барған кезде тіпті ол жерде шынында бір кейбір сұрақтарға жауап бере алмайды. Бұрыннан келе жатқан үлкен кісілер болса, ол қандай құстың түрін көрсе, мынау ұшып батқан құс қандай құс десең, қандай құс, атауы қандай, қай мезгілдерде бұл жаққа ұшып келеді, ұшып кетеді. Тұңғиық деген бір гүлді кездестірген бар. Ақ па? Ақ, лотос сияқты. Жоқ, негізі лотостың қазақшасын тұңғиық деп те атайды екен. Лотостың да қазақшасы тұңғиық гүл деп айтады. Біздер сол ақ гүлді сұрағанда бұл тұңғиық. Кетіп бара жатқан жолдың бойында ғой. Сондай айтады, қарапайым сұрақтардың өзіне жауап бере алатын болса, мысалы ол жерде гид болмауы мүмкін ғой, гид болмаса қарапайым сұрақтардың өздеріне. Біз сол кезде Алматыдан келген қонақтарды алып барғанбыз. Ақ гүлдің атын сұрап жатыр да, енді 30 олар бар ғой енді несін. Ақ гүлдің атын жазады. Біздер ана жерде кішкене тоқтап қалсаң, уже ана жерде білетін адам болды да, қуанышымыз ғой. Сол қайықта болған жігіт кәдімгі жақсы таныстырып берді, тұңғиық деген гүлді мана кездестірген бұл құс сұрайды, мына қандай құс дейді, бәрін айтып береді. Сондай болса жақсы ғой, жігіттердің бәрін біледі. Алдағы уақытта енді Болатбек мырза жұмыс жасаймыз деп жатыр ғой, ол нәрсені үйретеміз, оқытамыз деген жақсы ғой. Жалпы енді қорытындылай келе осы Атыраудың туризмін дамытуға біздер қандай жұмыстар атқаруымыз керек деп есептейсіздер? Жаңа ақпараттық жұмыстан бөлек болсын, және онымен қоса болса, жаңа айтып өттіңіз ғой, 27 жылға арналған бізде бағдарлама бар, осы саланы дамыту үшін. Туризм тек ақпаратпен ғана емес, онымен қатар бірге инфрақұрылымда бірге дамытуымыз керек болады. Мәдениетімізді бәрін, туризм деген сөздің астарында тек туризмнің өзі емес, бұл жерде мәдениетіміз де бар, бұл жерде рухани құндылығымыз да бар. Бәрін
ана инфрақұрылымымыз, банағы айтылып отқан оның ішіндегі жолымыз бар, басқасы да бар, санитарный узел дегендер бар, солардың бәрі бір қатар дамитын болсақ, келешекте үлкен бір туристік қалаға айналамыз. Өңірге айналамыз ғой. Сіздің ойыңызша? Еуропа мен Азияны бөліп тұрған қала ғой енді Атырау дейтін. Соның өзі үлкен дәреже біз үшін мысалы. Шетелдіктердің келген кезде бірінші таныстыратын осы қаладан таныстыратын емес. Еуропа мен Азияны бөліп тұр деп содан бастаймыз ғой әңгімені. Жайлауларға алып кете береміз ғой, табиғатқа қарай көрсетіп. Қызығушылық бар оларда. Сити турдың өзінде, мысалы сити тур туралы сұрақ қойған жоқ. Сити турдың өзінде де қаланың ішін аралап, қаланың ішіндегі әртүрлі саябақтарға алып барамыз, мына Ту тұғырына алып барамыз. Одан қалды мына жастар саябағы дейміз, жағалаудағы. Сол жағалау арқылы өтіп барып, Халел Досманбетов университетін түсіндіреді. Одан кейін ар жағында ретропарктан кейін жаяу жүргінші мостымыз бар. ЮНЕСКО-ге енген 551 метр тұрады. Бұл теңдесі жоқ. Осындай біздің Атырауда мақтанып айтатындай осындай жаяу жүргінші көпіріміз бар. Яғни қалаішілік турларда менің білетінім осы Ақжайық алып барады, және мысалы қаладағы құстарды, қандай құстар тіршілік етеді, мекендейді, солар туралы да мысалы тур өткізетін, бізде Натуре Атырау Юлия сияқты, фамилиясын білмейткем, сондай бір өзінің қызығушылығымен осы саланы дамытып жүрген азаматтар да бар, иә? Арнайы кәсіби нелермен, винокүлдермен апарып, сол жерге апарып, таныстырып, манағы айтып өткен резерватқа алып барады көбіне ол кісі. Резерватқа алып барып, сол жерден құстар әлемін таныстырады. Дулат мырза, сіз бір өзіңіз как саяхатшы ретінде Атыраудың туристік әлеуетін мысалға қалай болашақта елестетесіз, қалай көресіз? Енді сіз осы ситуациямен, осы саламен бір өте тығыз байланыста жүрсіздер ғой? Бұл жерде ешқандай біздерге жағдайдың керегі жоқ. Өзіміздің палаткамыз бар, арнайы сол жерден құрылып, кейбір кәсіпкерлер жасаймын деген кәсіпкерлер болса, оларға да алтын сырға палаткалар туристік шығатын столдар болса, үстелдер, кемпингке шығатын заттарды көбірек сатса, мысалы шығатын кезде біздер адамдарды алып шығатын кезде аяқ астына салып палатка іздеп жатады да адамдар. Біздер барайық деп едік, қалада ондай жалға беретін жерлер жоқ та, мысалы палатканы алып кетіп біздермен бірге шығып келеді. Сондықтан біз алдын ала шығамын деп жүрген адамдарға өзімен бірге спальный мешоктарын, карематтарын, палаткалардың өздерімен бірге міндетті түрде болу керек ол нәрселер. Бізбен шығатын кезде де. Бізбен шығатын кезде сол нәрселер болса, біздер алып кете береміз. Қарсылығы жоқ, ешқандай бізбен бірге боламыз десе. Бізде бұл жаңа сіз айтып отырған енді сауда түрі Алматыда өте жақсы дамыған, иә? Алматыларда кез келген жерге барасың, керек затыңды аласың да сол жерден шығып кете бересің. Жалға аласың да, ақшаң болса болды. Біздерде ондай дамымаған енді. Болатбек мырза, сіз енді қалай туристік әлеуетін қалай көресіз Атыраудың алдағы уақытта? Атырау банағы атап өткендей жалғыз өндірістік қала емес. Шикізаттың бүгін ертең бір уақыттан кейін оның да бір күні таусылады. Сол себепті туристік бағытты дамыту керек. Туристік бағытты табыс көзі ретінде мемлекеттің қазынасын көтеру бағытында осы туризмге көбірек көңіл бөлінсе екен, көптеген туристік нысандарға қолдау табылып жатыр. Көптеген облыстардың туризмі, туристік имиджі арттырып келе жатыр. Алдағы уақытта Қазақстан бір 5-10 жылда 5-10-дықтың қатарына кіріп қалса, ол өте бір жақсы біздің жұмысымыздың нәтижесі деп есептеймін. Рахмет, Болатбек Нұрлыбайұлы. Дулат мырза, енді алаңымызға келіп осы өңірдегі туристік нысандар туралы, туристік әлеуетіміз туралы пікір алмасып ой бөліскендеріңізге рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Саяхаттарыңыз таусылмасын, саяхаттайтын жерлеріміз тек дами берсін деген ниет бар. Көп рахмет. Құрметті көрермен, талқылаудың кезекті саны осымен аяқталды. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар, жиі саяхаттаңыздар.